Екіншіден енді жарайды, сағат 8-де 7:30-да отырғыздық. Енді сағат 18-ге дейін сайлау комиссиясы мүшелері тәуелсіз байқаушыларға сәл болғанмен лоялды түрде көзқараспен қарады, адал болды деп айтсақ та болады. Бірақ сағат 19-ға жақындаған кезде біздің байқаушыларға осы республика бойынша сол участок сайлау комиссия тарапынан және де басқа да бақылаушылар тарапынан әртүрлі араңдатулар басталды. Республика бойынша бақылаушылардың шамамен, біз кіргізген бақылаушылардың шамамен 10%-ын заңсыз актілер бойынша сол сайлау учаскелерінен шығарылып тастады. Шығарылып тастағаннан бөлек патрульді полиция қызметкерлерін шақырып, жалған актімен әкімшілік жазаға тартылынды. Олардан түсініктеме алынды, сондай жағдай орын алды. Және де үшінші заң бұзушылық, ол айта кетейін, мен қазір нақты тек қана Астана қаласы бойы айтып отқан жоқпын. Мен маған берілген мәліметтер туралы республика бойынша жалпы сайлау науқанын, сайлау кезін айтып отырмын. Енді сағат 20-дан 24-ке дейін, сағат 20-да республика бойынша сайлау учаскелер жабылады, ол бәрімізге мәлім. Сонымен Қазақстан Республикасын сайлау туралы конституциялық заңында 43-ші бабында анық былай деп жазылған: сайлау, дауыс санау үзіліссіз өту керек, және де ешқандай сайлау комиссияның мүшелері дауысты қылып және байқаушыларға көрінетіндей болу керек. Әр бюллетень деген кімге дауыс берілгені, әр сайлаушының жаңағы өзінің дауысын байқаушыларға сол сайлау комиссиясы жеткізу керек. Бірақ сағат 20-дан 24-ке дейін пайдаланбаған бюллетендер саналды. Өйткені осы кезде пайдаланбаған бюллетендер өте көп болды. Сол себептен 3-4 сағаттай сайлау комиссиялар оларды санап және жойылды деген акті толтырылды. Сонымен содан кейін көптеген учаскелерге мынау сағат 24:00-ге дейін жәшіктер, дауыс беру жәшіктер ашылған жоқ. Арғара айтатын кететін болсақ, мысалы, кейбір сайлау учаскелерінде таңғы сағат 4-ке дейін сол дауыс берген, сайлаушылардың дауыс берген жәшіктері ашылған жоқ. Әртүрлі сылтаумен сайлау комиссияның мүшелері ұйықтап жатты. 43-ші сайлау туралы баптың және де байқаушылардың конституциялық құқықтары мен азамат ретінде құқықтары тапталды деп айтуға болады. Не себептен олар ұйықтап жатты, не себептен сайлау дауысты санауды тоқтатылды, оны ешкім білмейді. Бірақ өкінішке орай осындай заңсыздықтар біраз өңірлерде орын алды. Сонымен дауыс санаған кезде негізінде сол конституциялық заңның 43-ші бабына сүйенсек, онда нақты айтылған: байқаушылар жаңағы сайлау дауыс санаған столда қасында тұруға рұқсат және де анық көріну керек дейді. Бірақ бізде көп жаңағы сайлау комиссиялары осы заңды бұзып, байқаушылардың конституциялық құқықтарын тапталып, әуелі 10 метр, 7 метр жерге бәрін жинап қойып, столға жақындатпай, өздері дауыс санаған. Онда ол сондай да оқиға орын алды. Яғни бұл таза құқық бұзушылық және конституциялық заңды сайлау комиссия мүшелері таптады деген баға беруге болады. Неге десеңіздер, өйткені 10 метр ара қашықтықта ешқандай бюллетенді көрсетпей, қай кандидат қанша дауыс жинады дегенді көрсетпей, тіпті дауыста шығармай өздері санаған түрлері болды. Тағы да айта кететін жағдай, біздің байқаушылардың жаңағы дәлел мен дәйек факт ретінде бейне жазбаға түсірмаған. Ол мынандай жағдай болды: Алматы қаласында, Астана қаласында және Ақтөбе қаласында ол
учаскелік сайлау комиссиялары сағат 12-ден кейін бір хаттаманы толтырған, сол сайлау участы болған. Сонымен байқаушыларға бермей, байқаушыларды ұстап, жәшікті ашпай, дауысты санап, таңғы 4-те басқа хаттаманы берген. Ол қандай масқара? Бұл да заң бұзушылық. Бір емес, екі рет екі түрлі хаттама толтырылған. Бұл да өкінішке орай орын алды. Және де көп сайлау учаскелерінде я хатшысы, я болмаса сол сайлау учаскесінің төрағасы кетіп қалу фактілер кең жайылды осы сайлауда. Алайда тағы да Конституциялық заңның 43-ші бабына сүйенетін болсақ, ол жерде дауыс санау үзіліссіз болу керек. Сонымен енді республика бойынша біздің тәуелсіз байқаушыларымыздың қолына заң талаптарына сәйкес, яғни көк мөрі бар, толыққанды толтырылған, сол заңды түрде толтырылған хаттамалардың 10-15% ғана қолымызға түсті. 90-85% хаттамалар өкінішке орай бізге әлі күнге дейін жеткізілген жоқ. Басқа да жағдайларда кейбір сайлау учаскелерінің төрағалары, я болмаса комиссия мүшелері таңғы 5-ке дейін байқаушыларды ұстап отырып, таңғы 5-те дауыс санауды бітіріп, сендерге тек қана фотоға түсуге рұқсат деген. Сол фотоға түскен хаттамалардың жалпы құрамы республика бойынша 25%. Ол енді фотоға түскен, ол ешқандай ертеңгі күні біз мысалы әкімшілік я болмаса қылмыстық жазаға тартатын болсақ, ешқандай заңды күші жоқ өкінішке орай. Ал қалған 70% мүлдем бермегенде. Құқықтарың да жоқ, басқа да жоқ деп ештеңе айтпаған, тек қана берілмеген, бітті. Сонымен қорытынды айтатын болсақ, осы хаттамалар туралы республика бойынша қазір бізде 10-15%-бен ғана біз жұмыс істей аламыз. Тағы да 25% енді фотоға түсуді бізге ол жердің дауыс берушілердің явкасы анық көрсетіле тұр. Ал 65% берілген жоқ. Бұны да конституциялық заңды төтесінен бұзған және де қылмыстық іс қозғауға мүмкіндік бар деп біз санаймыз. Ұят, келесі ұрпақтан ұят. Лишние 90 дауыс қосып қойған. И куда-то, откуда-то исчезли.